Дубль 2. Қайтадан бастайын. Айранды аламын. Джелси ұнайтын, маған ұнайтын айран. Жаңа жылытып алдым. Енді қара, фигураң әдемі болып, әдемі тамақ жеуіп жүруге болады. Қалай? Оп-оңай. Мынау мюсли, мен алатын мюсли. Мюслердің ішіндегі үйден жасауға болады. Әртүрлі жасауға болады. Мюслиді мен қазір осы мюслиді алдым. Мынау тауар сертификатталған деп айтады ғой. Және ең жоғарғы сапасы жағынан мюслилерге жатады. Енді қараңыз. Әдемі ма? Әдемі. Енді кофе латте қосам. Коктейль қосам. Бұны бізде слойка деп айтып жатады. Енді со вкусом банан карамель дейді. Содан кішкене қосам. Фантазия ғой, адамның өзінің фантазиясы. Маған манго жегім келіп жүр менің. Қазір соған кетіп қосып, айранның орнына не қосуға болады? Сметана қосуға болады. Қою айран болса тіпті жақсы. Мен енді болады. Мен енді өзім шоколад қосуға болады. Қайтадан енді екі түрлі мюсли алдым. Өйткені маған сондай захотелось дейді. Мынау көрдіңдер ғой, жаңағы гранула кішкене күйген болса, мынау күймеген. Осылай жасауға болады. Және манго қосып жібереміз. Манго коктейль. Күшті. Енді қайтадан айран қосамыз. Бұны кешкі асқа жасауға болады. Мангоның өзінен де ыстық сумен араластырып, желе жасап жүруге де болады негізінде. Енді қазір мен шоколад қосқым келіп тұр. Үсті мынандай сары болып, күшті болып келе жатыр. Осылай. Беу-беу дариға деп. Осылай қойып қойса, міне, бай болып әдемі болады. Біраз тұрса бұл бұдан да әдемі болады. Көже, тәтті көже. Осылай өздеріңіз әдемілеп, денсаулыққа пайдалы, витаминді, салмақ қоспайтын, тәтті тағам болады. Әртүрлі, неше түрлі қазір шөптер, шайлар шығып кетті ғой. Бірақ кейбіреуі пайдасыз, бабл ти деген бірдеңелер шығып кетті ғой. Мынау жанұяңызбен ішуге болады. Бала шағамен кейде коктейль ішкім келмейді, бір нәрсе жегім келеді деп айтып жатады. Вот осы. Пожалуйста, жеңіз. Дәмі күшті. Тәп-тәтті, күшті әпереді. Тәтті жеуге болады. Қансыз.